Мәссаған қыздар, осы әңгімені айтатын күнге біз де жетіппіз ғой. Мына киімдерді жинап отырып бір әңгіме есіме түсіп тұр. Естеріңізде ма қыздар? Бұрын біз киім кішкентай кезімізде новый киім дегенді вообще естімейтін едік қой. Даже көрмейтін де едік қой. Ауылдық жерде тұрамыз, енді бәріміз де ауылдық жерде өсіп шықтық қой. Оның несін жасырамыз? Қалада туысқан апаларымыз тұрады, солар киім салып жіберетін еді ғой. Естеріңізде ма? Соны киетін едік қой. Бірақ сол киімдерді новый болатын еді ғой. Прямо көзімізге бір неден магазиннен алғандай қуанып алып, соны 1-2 жыл киеміз ғой. Еще 1-2 жыл киген, ничего, 1-2 жыл киіп болғаннан кейін бізден кейінгі ауылға беріп жібересің ғой. Олар новый киім қылып көреді да, олар киеді ғой. Сол кездердің бәрі қазір арман. Кішкентай балалық шаққа оралғым келеді, бірақ қайта оралмайтын шақ. Ол кезде неге тез өссек екен, тез есейдік екен деп армандадық екен. Бірақ сол кезде мамаларымыз айтатын, сендердікі деген рахат өмір ғой, еш уайым қайғысыз деген кезде қойш деп. Сол кезде сол мақалдың мағынасын түсінбедік па? Еш уайым қайғы жоқ дегенді ол кездің мақалын түсінбедік ау шамасы. Қазіргі балаларымызға айтсақ, олар да түсінбейді, бірақ олар да ата-ананың қадірін балалы болғаннан кейін білесің деген мақал расымен де рас айтылған мақал ғой. Өмір алмай кезек ертең балаларымыз да бір күні айтып отырар, мамамды сөйтіп айтатын еді ғой деп, біз сияқты өкініп. Негізі қазақта мақалда расымен де болжалап айтқан ғой. Бар кезінде адамның қадірі жоқ демекші. Менде суббота-воскресенье официальный үй жинайтын күн. Негізі 24/7 үйдемін ғой, бірақ сонда да суббота-воскресенье мен ұлымның демалған күтем. Ұлым бұрын садикке бармайтын кезде мен армандайтын, ұлым садикке кетсе ғой, хотя бы бір қызым бар ғой, қызыммен амалдармын деп. Жоқ қыздар, наоборот, қазір ұлымның демалғанын күтем ғой. Ол күлетін нәрсе емес, шынымен де сондай. Үйдегілердің бәрі жұмыста болады, кешкісін келеді ғой бәрі. Үйде жалғыз болғаннан кейін, менен басқа ешкім болмағаннан кейін маған жабысып алады да, ешқайда айырылмайды, ештеңе істеткізбей қояды. Сондықтан мен ұлымның демалғанын күтіп, осындай суббота-воскресенье генеральный уборка қылып жариялаймын ғой өзіме. Майда-шүйде тірліктерді қызым ұйықтап жатқан кезде жасап алам, барынша үлгергенше. Осылай ұлыма қызымды беріп қойып тірлігімді бітіріп алдым.